Қайырлы күн достар, барлықтарыңызға менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін манная каша, яғни балалардың ең сүйікті тағамы дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай іртік болмай, арасы толықтай әдемі болып пісіп шығатын болады. Ендеше міндетті түрде менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлек ыдысымызға 4 ас қасық ұнтақ жармасын салып алатын боламыз. Енді бөлек ыдысымызда 1 стакан сүтімізді құйып шығатын боламыз. Содан соң 1 стакан суымызды құйып алатын боламыз. Және де дәміне қарай құм шекер саламыз. Менде 1,5 ас қасық құм шекер болды. Ендігі кезекте, яғни қозғаймыз, сүтімізді қантымыз ерігенше жақсылап қозғап алатын боламыз. Содан соң сүтіміз пісіріп аламыз. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ, ең оңай дайындалатын әрі тез дайын болатын кашаның түрі деп айтсам да болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сүтіміз пісіп дайын болды. Енді осының үстіне ұнтақ жармасын салатын боламыз. Жаңағы дайындап алған 4 ас қасық ұнтақ жармасын саламыз. Енді тез-тезден араластыра отырыңыздар, сонда кашаларыңыз іртік немесе түйіршік болып қалмай, әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Осымен біздің кашамыз дайын. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай іртігі немесе түйіршігі жоқ. Енді дайын болған кашамызды ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермен. Егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.